Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 120-шы сабақ 5-ші жаттығу мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен ана біздің күніміз деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын дедім күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік деді. Авторы Әдібай Табылды. Енді аналар мерекесі қашан тойланады дейді. Мамыр айының 2-ші жексенбісі аналар мерекесі болып бекітілген күн елімізде. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Өз қолдарымен жасаған ана біздің күніміз деген кестеленген сурет дайындаған екен. Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың дейді. Әртүрлі сыйлықтар жасаймыз, гүл, қолдан жасаған ашық хат, тағы басқалар. Анаға құрмет деп мәтіннің аталу себебін дәлелде дейді. Анаға құрмет деп аталу себебі балалар өз қолдарымен аналарына сыйлық жасап, құттықтап, құрмет көрсетті, Енді мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз деді. Бұл мәтіндегі қаратпа сөзі бар сөйлем анашым, мерекеңіз құтты болсын. Бұл жерде қаратпа сөйлем анашым деген сөз, Енді 6-шы жаттығу өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Ана біздің күніміз, үтір қоямыз, ананың біз гүліміз. Леп белгісі, ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Осылай тиісті тыныс белгілерін қойып, осы өлеңді қатесіз көшіріп жазып аламыз. Яғни анаға арналған өлең жолдары екене үтір және леп белгісі деген тыныс белгісін тиісті жерге қояды екенбіз. 7-ші жаттығу ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. Кімге арналады, немен құттықтайды, қандай тілек жазылады, тілек білдіруші кім дейді. Кімге арналады деген мінеке қымбатты, аса қадірлі деп бастаймыз. Одан кейін немен құттықтайды? Туған күнімен, мерекесімен деген, Одан кейін үшіншісі қандай тілек жазылады? Денсаулық, күш, қуат, өмір тілеймін деген. Ең соңында ізгі ниетпен деген тілек білдіруші кім дегенге біз былай жазсақ болады. Аса қадірлі ата, сізді мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол күш, қуат, ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен немереңіз Айша деп жазсақ болады, Немесе анамызға, әжемізге, досымызға, кімге жазғымыз келеді, соған арнап осылай ашық хат жазсақ болады екен. 8-ші жаттығу суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр дейді. Мінеки бірінші сурет бойынша Айсұлтан анасына гүл сыйлады. Екінші сурет бойынша сырым апайға көмектесті деп осылай сөйлем құрап жазсақ болады. Енді сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талда дейді. Яғни жай сөйлем бізде жалаң және жайылма болып бөлінеді. Бұл екі сөйлемде екеуі де құрамында тұрлаулы мүшесі бар. Яғни бас дауышта, баян дауышта бар және тұрлаусыз мүшесі толық дауыш болып тұр. Бұл жерде тұрлаусыз мүшеге толық дауыш, пысық дауыш, андық дауыш жатады ғой. Екеуі де бар. Жайылма сөйлем болады екен бұл екі сөйлемде. Енді сөйлем мүшелеріне талдайтын болсақ, сыйлады, не істеді? Баян дауыш. Кім сыйлады? Айсұлтан. Бұл бас дауыш болады. Кімге сыйлады? Анасына. Толық дауыш. Нені сыйлады? Гүлді. Бұл да бізде толық дауыш болады. Сырым. Кім? Сырым. Бас дауыш. Кімге? Апайға. Толық дауыш. Не істеді? Көмектесті. Баян дауыш болады. Осылай тиісті сызықшамен сызып, сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.